Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын сырники жасаймыз. Алдымен ыдысқа сүзбені саламыз. Осындай шашыраңқы сүзбе керек болады бізге. 5-9% түрлері жарайды, және де кішкене сулы болса салфеткамен суын сіңіріп аламыз, немесе сүзгіге салып артық суын жібереміз. Оған бір жұмыртқа, дәм беру үшін ванилин және де қант саламыз. Блендермен барлығын жақсылап езетін боламыз, ешқандай да түйіршігі қалмау керек. Содан соң біз ұн салатын боламыз. Араластырамыз. Біздің массамыз осындай қоюлау қамыр сияқты болып шығады. Кішкене жабысқақ болады. Осылай тақтайшаның үстін, қолымызды барлығын жақсылап ұнмен себеміз. Ас қасықтап алып, осылай дөңгелететін боламыз, қарапайым түрде жасайтын боламыз. Осындай стаканмен немесе кесемен де жасасаңыздар болады. Сол кезде әдемірек болып, шеттері түзу болып шығады. Көлемі өз қалауыңызша үлкенірек қылып та жасауға болады. Маған осылай кішкентай болған ұнайды, бірақ қатты қалың болып кетпеу керек, ортасы піспей қалуы мүмкін. Барлығын осылай жасап аламыз. Енді пісіретін боламыз. Табамызға күнбағыс майын құямыз, иіссіз және сары май саламыз, яғни аралас майда пісіреміз. Жақсылап осыны қыздырамыз. Қызғаннан соң біз дайын сырниктерді салып шығатын боламыз. Сырниктерді дәл осылай мұздатқышта сақтасаңыздар да болады, қатырып кез келген уақытта алып пісіре бересіздер. Оттың асты орташа, қақпағын жауып, бірінші асты қызарғанға дейін пісіретін боламыз. Шамамен 3-5 минуттай. Қызарғаннан кейін аударатын боламыз. Тағы да 1-2 минут шамасында күтеміз, екінші қызарғанша. Және де сырниктерді салфеткаға түсіріп аламыз, артық майын сіңіріп алу үшін. Барлығы 9 дана сырник шықты. Осымен дайын болды. Өз қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Мен құлпынаймен әрледім. Өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деп ойлаймын. Келесі рецептерде кездескенше қош сау болыңыздар.